Құран-ы Кәрімде Аллах тағала айтады: "Ярфаиллаху ллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Аллах тағала сендердің іштеріңде иман келтіргендеріңмен білімінде озат болғандардың дәрежесін көтеріп қояды дейді. Иман менен білім ұштасқан кезде адамзатқа пайда беретін білім әкеледі екен. Ал егерде имансыз білім болатын болса, мысалы атомный ядерный оружиені ойлап тапқан адам, ол ақымақ емес, ол ғалым адам, бірақ адамзатқа зиян келтіретін нәрсені ойлап тапты. Ал соны иманмен ұштастырған кезде бәлки адамзатқа, мысалы компьютер, интернет секілді соны бір пайдалы нәрсені ойлап табатын бет деген нұсқау ғой. Мектеп жасындағы балдарды әлі толыспай тұрып, көзқарас қалыптаспай тұрып, дүнияуи білімдерді өзіне толықтырмай тұрып, шариғи білімге апарып тығып қою деген ол нағыз ақымақтық, өрескел қателік. Неге десеңіз, бізге мына жалпы дүниені тану үшін, адамның кругозоры үлкен болу үшін, ол мектептің білімі балаға міндетті. Мысалы үшін мен өзім баламды ағылшын тіліне берем, орыс тіліне берем, кружоктарға берем, және өзім үйде қадағалап отырам. Математикадан 5 болсаң, барлық сабағың 5 болады. География, астрономия бәрін ол қамтыған кезде мектептің қабырғасында, ертең шариғи білім менен дүнияуи білімді ұштастырып, оның бір жеке тұлға, бір ғалым, дара ғалым болып шығуына осы үлкен себеп. Ал енді тек қана